Сәлем достар, жүректегі күз түрік телехикаясында Азиза ханымның рөлін асқан шеберлікпен сомдаған актриса Аида Аксель туралы бар ақпаратты атақты Голливуд жұлдызы Жан-Клод Ван Даммен бірге қандай киноға түскенін білгіңіз келе ме? Олай болса, бүгінгі видеодан актрисаның карьерасы, балалары, отбасы туралы білетін боласыздар. Көруді бастамас бұрын әдеттегідей видеоға лайк басып, каналға жазылып, қоңырауды басып қойыңыз. Ал кеттік ендеше. Түрік актрисасы Аида Аксель 1962 жылы 31 қазанда Түркияның Стамбул қаласында дүниеге келген. 60 жаста. Аида Аксель көпке сериалдардағы жұмысымен, сондай-ақ драмалардағы көрнекті рөлдермен танымал. Түрік актрисасы Мимар Синан университетінің театр факультетін бітірген. Актерлік шеберлікті меңгерумен қатар, Аида консерваторияға виолончель сыныбына түсіп, балетке қызығушылық танытқан. Оның актерлік мансабы өте ерте басталған. 15 жасындағы ол жарнамалық роликтерде дыбыстай бастайды. Актриса театр сахнасын бар ынтасымен игеріп, телеарнада жұмыс істейді және фильмдерде де түрлі рөлдерді сомдайды. Оның алғашқы жұмысы 1994 жылы Бостандық қысқа сериалындағы рөлі болса, 1998 жылы режиссер Тун Басаран актрисаның қатысуымен «Дипломатия ізі» атты алғашқы толық метражды фильмін түсірді. Зия Остан сол жылы оны республика тарихи фильміне түсуге шақырады. Актрисаға әлемдік даңқ кейінгі түскен жұмыстар әкелді. 2006 жылы басты рөлдегі Аидамен бірге емтихан, бірыңғай мемлекеттік емтихан тапсыруға тырысатын мектеп оқушылары туралы комедиялық фильм шықты. Онда ол Жан-Клод Ван Даммен бірге ойнады. Оның 2010 жылғы Жүрек жарғыш сериалындағы жұмысы да, оның қатысуымен болған Махаббат оқыс оқиғалар ұнатпайды драмасы да назардан тыс қалмады. Ал 2011 жылы Пальмадағы теңіз мелодрамасында басты кейіпкердің анасын ойнады. Сондай-ақ 2013 жылы Қызыл махаббат драмасындағы басты кейіпкердің анасының рөлі тамаша жұмыс болды. Қазіргі кезде де сериалдар мен фильмдерге түсуді жалғастыруда. 2018 жылы актрисаның қатысуымен режиссер Селчук Айдемирдің Жынды отбасы комедиясы шықты. Ал 2019 жылы Жүректегі күз телесериалында жүрегі кекке тұншыққан Азиза ханымның рөлін шебер сомдайды. Қазіргі таңда Баба телесериалына түсіп жатыр. Аида Аксель 2 рет тұрмыс құрған. Алғашқы жолдасы Халид Семей Гүнгүл кино саласымен байланысы жоқ инженер болған. Бұл некеде актрисаның қызы болды. 1993 жылы ерлі-зайыптылар ажырасып кетті. Актрисаның екінші күйеуі де медиа өкілі емес еді. Аттила Кинсойлы қарапайым электрик болған. 2010 жылы актриса жесір қалды. Бұл некеден оның ұлы бар. Сонда актрисаның көзімен ағымен қарасындай бір ұл бір қызы бар. Достар, осымен бүгінгі видео тамам. Сізге Азиза ханымның рөлі ұнады ма? Комментке өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.